Bir күні Нұрлан деген жігіт болады. Ол көшеде келе жатады көлігімен. Өлең қосып, өлең айтып, сөйтіп келе жатады. Bir кезде көшеде оған бір әдемі қыз қол бұлға тоқтатады. Ал Нұрлан болса қарамай өтіп кетпекші болады. Бірақ бұндай сұлу қыздан өтіп кеткенше отырғызған жақсы деп тоқтап қайтадан артқа қарай жүреді. Кейін сөйті де ол қызбен танысқақшы болады. Оған келіп сәлем дейді. Ол қыз да сәлем дейді. Нұрлан қай жылғысың дейді. Ал ол қыз болса менің жасымды сұрамаңыз дейді. Нұрлан жарайды дейді. Атың кім дейді. Ал ол менің атым Аружан дейді. Танысқаныма өте қуаныштымын дейді. Аружан рахмет дейді. Ал Нұрлан болса оған шынын айтып, негізі сіз маған ұнайсыз дейді. Аружан да сіздер маған ұнап қалдыңыз дейді. Bir көргеннен ғашық болу деген осы деп айтады. Нұрлан Аружанға айтады. Жүріңіз қыдырып қайтайық дейді. Ал Аружан онда менің үйіме апарыңызшы, киімімді ауыстырып шығайын дейді. Нұрлан жарайды деп көлігі отырыңыз дейді. Нұрлан жол бойы Аружанға мен қазір киімімді ауыстырып шық, мен сізге өзімнің үйімді көрсетемін дейді. Аружан жарайды дейді. Екеуі әні-міні дегенше әңгіме айтып, ұзақ жолды қысқартады. Bir кезде Аружанның үйіне де келеді. Аружан Нұрланға қазір күте тұр, мен қазір шығамын дейді. Нұрлан жарайды дейді. Нұрлан ары тұрып, бері тұрып, күтіп тұрады. Bir кезде Аружан әдемі көйлегін киіп, үйінен шығып келе жатады. Нұрлан өте әдемісің дейді. Аружан рахмет дейді. Осы Нұрлан жүр, мен саған үйімді көрсетейін дейді. Ал Аружан жарайды дейді. Нұрлан мынау менің үйім дейді. Танысып қой дейді. Жүр, ішке кір, мен саған үйімді көрсетейін дейді. Сонымен Нұрлан өзінің үйін көрсетеді. Мынау менің кухням. Мынау менің жататын жалтаным. Мынау менің өзімнің қонақтар келгенде жаятын столым дейді. Енді екінші қабатқа көтеріліп, мынау менің шкафым дейді. Ал мынау менің шай ішетін жерім дейді. Ал мынау менің жататын орным дейді. Аружанның ерінен сүйіп, екеуі кроватқа жата кетеді. Екеуі күні түні бір төсекте болып, таң атқанша бірге болады. Арада бір күн өтеді. Нұрлан болса ертесіне Аружанды кездесуге шақырады. Ол Аружанды күтіп тұрады. Бірақ жолда оның біреу аңдып жүргенін көріп қояды. Ол Аружанға бүгін қызы болуға сөз салмақшы болады, және де тұрмысқа шығуға сөз салмақшы болады. Аружан екеуі сөйлесіп сөйтіп тұрғанда, ол енді ғана сөз саламын деп ойлағанында, жаңағы бұны көрген артында аңдып жүрген адам Аружан екеуін аңдып тұрған болатын. Bir кезде ол Аружанды атты, снайпермен. Нұрлан не болғанын түсінбей қалады. Езеді қатты жылайды, Аружанды байқайлап жылайды. Ол бір кезге жаңағы өзін аңдыған адамды ұстауға барады, өлтіруге.
Ол жолай Аружанмен танысқан кездерін бәрін ойлап жылап қалады. Нұрлан бірақ Аружаннан айырылғанына қатты қайғырады.